Сәлем достар, сіздер Қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге Ұлы су тасқыны атты 2025 жылы шыққан фильмді назарларыңызға ұсынамын. Таңертең ерте Аннаны ұлы Джейн оятып жібереді. Ол анасымен бірге бассейнге сүңгігісі келеді. Бірақ Анна жұмысқа баруы керегін, ал баланың балабақшаға баруы тиіс екенін еске салады. Сол сәтте қатты күн күркіреп, Анна терезеге қарайды. Нөсер жаңбыр жауып жатыр. Көшеде су жинала бастайды. Бірақ Анна жағдайды аса қауіпті деп санамайды. Ол таңғы ас дайындауға кіріседі. Ал Джейн мазасын ала береді. Анасы қоңырау шалып, жағдайды сұрағанымен Анна бәрі жақсы екенін жеткізеді. Ас дайындап жүргенде ол бір түрлі су дыбысын естиді де жуынатын бөлмеден шығып жатыр деп ойлайды. Бірақ бұрылған сәтте еденді түгел су басып жатқанын көреді. Қаладағы су деңгейі оның пәтерінің терезесіне дейін көтерілген еді. Басқарма хабарландыру жасап, бірнеше үйдің екінші қабатына, ал кейбірінің үшінші қабатына дейін су жеткенін айтады. Барлық тұрғындар жоғарғы қабаттарға көшуі керек. Лифтлер істемейді. Джейн қатты сөйлеп, ойнағысы келеді. Сонда Анна ашуланып, оны үстелдің үстіне отырғызады. Су аяғына дейін жеткенде, Анна заттарын жинай бастайды. Сол сәтте компанияның күзет қызметкері қоңырау шалып, көмекке келе жатқанын айтады. Ол ештеңе жинамауын, тек баламен бірге жоғарғы шығуын сұрайды. Кенет байланыс үзіліп, жарық сөніп қалады. Анна баласының дәрілерін салып алу үшін кішкентай сөмке алады да, оны іздеуге жүгіріп шығады. Джейн шкаптың ішінде тығылып отыр екен. Анна кешірім сұрап, оны арқасына мінгізіп сыртқа шығарады. Дәлізге шыққанда, көршілердің бәрі чемодандарын сүйреп кетіп бара жатқанын көреді. Анна баспалдаққа жету үшін адамдарды айналып өтеді. Бірақ ол жерді үлкен топ жауып қалған. Ол басқа жаққа жүгіріп, барлық ғимараттарда жағдай бірдей екенін көреді. Апаттық баспалдақпен жоғары көтеріле бастайды. Джейн суда жүзіп жүрген адамдарды көріп қорқып кетеді. Сонда Анна оны тыныштандыру үшін ән айтады. Бірнеше қабат көтерілген соң жолдың бітеліп қалғанын көреді. Ол баланы түсіріп, кедергілерден асып өтпек болады. Бірақ аяғы тайып кетіп, әзер ұсталып қалады. Суда жатқан мәйіттерді көргенде, қауіптің қаншалықты зор екенін түсініп, кері қайтады. Басқа қабатта келе жатқанда, адамдар пәтерлерге кіріп, дәретхананы пайдалануға тырысып жатады. Сол кезде біреу оның атын атайды. Күзетші жігіт жақындап қалған екен. Анна оған қарай жүгіргісі келеді. Бірақ дәл сол сәтте Джейн көпшіліктің артынан бір пәтерге кіріп кеткенін байқайды. Анна баласын іздеп жүгіріп жүріп, терезеге қарай соққан алып толқынды көреді. Бұл көрініс оған күйеуімен бірге көлікте суға кеткен сәтті еске түсіреді. Толқын терезені жарып, ішке лап қояды. Анна сөмкесінен айырылып, оны алуға тырысады. Бірақ ауа жетпей қалады. Төбеге жақын кішкентай ауа қалтасын көріп, терең дем алып қайта сүңгиді. Келесі бөлмеден ес-түссіз жатқан ұлын тауып, оны көтеріп шығарады. Есік ашылмай қалып, өзі де есінен танады. Сол кезде күзетші Хёджо есікті бұзып кіріп, Аннаны оятады да екеуін сыртқа алып шығады. Олар су бетіне шығып, балкон арқылы дәлізге өтеді. Хёджо Джейнге жасанды тыныс беріп, оны аман алып қалады. Бала жылап, анасына жабысады. Хёджо болған жағдайды видеоға түсіріп, компанияға жібереді. Жоғары көтеріліп бара жатып, Джейн су оған әкесінің көлікте батып кеткенін еске түсіретінін айтады. Хёджо тікұшақ келе жатқанын хабарлайды. Ол 3 сағат бұрын Антарктидаға астероид соғылғанын, мұздардың еріп, су бүкіл әлемге таралып жатқанын айтады. Үкімет мұны білген, бірақ ештеңе істей алмаған. Анна бұған сен алмайды. Хёджо оның компаниясы жай ғана зертхана емес екенін түсіндіреді. Ол жерде жаңа адамзатты жасау жобасы болған. Эмоция қозғалтқышын 2 адам әзірлеген. Анна мен оның бастығы баласымен бірге апатта қаза тапқан. Анна жүйе әлі сынақ сатысында екенін жеткізеді. Бірақ Хёджоға бәрібір. Қалған топтар жұмысын аяқтаған. Адамға ұқсас, ойлай алатын, көбейе алатын денелер дайын. Оларға тек эмоция қажет. Сол сәтте Джейн дәретке барғысы келетінін айтады. Олар жақын пәтерге кіреді. Анна осыны пайдаланып, Хёджоның телефонымен анасына қоңырау шалып, оны жақсы көретінін айтады. Сол кезде қабырғалардан дыбыс естіліп, ас үйдегі газ құбыры жарылып кетеді. Газ жайылып, бәрі сыртқа қашады. Көрші пәтерлерде бірінен соң бірі жарылып, от дәлізді шарпиды. Хёджо балкон қоршауына шығып, келесі қабатқа өтпек болады. Анна Джейнді оған беруге тырысады. Бірақ бала анасының қолынан жібергісі келмей, жан таласып қимылдайды да, Анна суға құлап түседі.
Көліктегі апатты тағы есіне түсіріп, ол судың бетіне шығып, бір белгіге жармасады. Сосын қайтадан ғимаратқа қарай жүзеді де, лифт ішінен көмек сұрап жылап жатқан Джису есімді баланың дауысын естиді. Анна есікті қолымен ашуға тырысады, бірақ ештеңе шықпайды. Ол құрал табу үшін жоғарғы қабатқа жүгіріп шығып, сол сәтте бір пәтерден адамдар шығып, тонау жайлы сөйлесіп жатқанын көреді де, қорқып қайта төмен қарай жүгіреді. Лифтке қайта келсе, судың деңгейі тым жоғары көтеріліп кеткен, ал Джису үн қатпайды. Кенет алып толқын соғып, Аннаны тағы су астына тартып әкетеді. Сол кезде ол көліктегі апатты есіне алады. Терезені сындырғанын, Гауонның оған алға жүз деп айтқанын, ал өзі әлсіреп, әрі қарай жүз алмағанын. Ол баласын Аннаға беріп, өзі сол жерде қалып қойған еді. Қазіргі сәтте Анна баспалдаққа жығып, Хёджо мен Джейнге қарай асығады. Баланың жағдайы нашарлап, дәрісі керек болып қалады. Бірақ Анна оны жоғалтып алған. Ол баласын көтеріп алып, пәтерлерге қарай жүгіріп, дәрі табуға тырысады. Хёджо оны тоқтатпақ болады да, баланы қайта жасауға болатынын, деректері бар екенін айтады. Бірақ Анна тыңдамайды. Ол кез келген пәтерге кіріп, ас үйден заттар тауып, халықтық дәрі жасап, оны Джейннің аузына салады. Сол кезде өткен шақтағы бір көрініс пайда болады. Анна Хёнмоға Джейннің бас тартқысы келетінін айтып тұр. Хёнмо оның себебін сұрағанда, Анна Гауонның өлімі себеп емес екенін, өзі ана болуға жарамайтынын айтады. Хёнмо ешкім дайын болмайтынын, эмоция қозғалтқышы дайын екенін, ал бірнеше айдан соң компания балаларды алып кететінін айтады. Ол мұның бәрін бастамау керек пе еді деп ойлайды. Қазіргі сәтте Джейн өзін жақсырақ сезінеді де, ауырып жатқанда анасының өзіне көбірек көңіл бөлетінін ұнататынын айтады. Олар сыртқа қарағанда күн шығып дауылдың басылғанын көреді. Хёджо Аннаға оны баспанаға апаратынын, бірақ Джейннің бара алмайтынын айтады. Ол мұнда жаңа адамзатты көру үшін емес, Аннаның баламен не істейтінін көру үшін келгенін мойындайды. Сонымен қатар өзінің де бала кезінде тасталғанын айтады. Сол сәтте аспан қайтадан қараңғыланып, жаңбыр күшейеді. Су деңгейі тез көтеріледі. Үшеуі баспалдақпен жоғары жүгіріп, судан қашып шығады. Дәлізде бір жүкті әйел көмек сұрап, Хёджо Аннаны тоқтатпай жүре беруге мәжбүрлейді. Джейн анасынан өзі құрсағында жатқанда да осылай сезіндің бе деп сұрайды. Бұл Аннаны мүлде күйретеді. Хёджо жағдайын сұрағанда, ол баласын тастамайтынын айтып айқайлайды. Хёджо Хёнмо баласымен бірге қаза тапқан соң, Джейн ғана адамзатты сақтап қалатын жалғыз үміт екенін түсіндіреді. Олар шатырға шығып, тікұшақты көреді. Хёджо компаниядан келген нұсқауды оқиды. Басты мақсат адамзатты сақтап қалу. Сондықтан Анна эмоция қозғалтқышын аяқтау үшін бірден зертханаға жеткізілуі керек. Күзетшілер Джейнді Ньюман 77 деп атап, Аннадан тартып алады. Ер адамдар Аннаны ұстап тұрады, ал ол шарасыз күйде баласының қолына кісен салғанын көреді. Анна Хёджодан көмек сұрайды. Сонда ол Хёнмо өлмегенін, баласымен қашып кеткенін айтады. Ол қызын тастап кеткенше өлгенді артық көрген. Күзетшілер Джейнді ұйықтатып, шашын қыра бастайды. Анна жалынып, ең болмаса баспанаға жеткенше баласын қасында қалдыруды өтінеді. Бірақ олар баспана жоқ екенін айтып, Хёджоны атып тастайды. Бұл жерде ешкім тірі қалмайтыны белгілі болады. Тек Анна ғана кетеді. Ақыры Анна баласымен қоштасады. Ер адамдар оның басын ашып, деректерін алып қорапқа салады. Тікұшақта тек ұшқыш, сол қорап және Анна ғана қалады. Ол қалтасынан Джейннің көзілдірігін тауып алып, сол сәтте бүкіл әлемді су басып жатқан дауыл өршиді. Ал 7 зымыран ғарышқа ұшып шығады. Хуисо жазып қалдырған хабарламада 15 минуттан кейін мыңдаған метеорит жерге түсіп, тіршіліктің көбін жоятыны айтылады. Ғалымдар адамзаттың аман қалуы үшін жобаны аяқтауы тиіс. Олар денені жасай алды. Енді тек эмоция қажет. Мақсат ана мен баланы бірге қалдырып, жаңа қоғамды бастау. Бала дайын. Енді ананы аяқтау керек. Анна баласын қайта-қайта құтқаратын симуляцияны бастауға ұсыныс жасайды. Сол арқылы барлық эмоция жиналады. Метеориттер жақындап қалған сәтте Анна симуляцияға қосылып, төсегінде оянады. Бұл жолы су пәтерге толып тұр. Ал Хёджо тағы қоңырау шалып, оларды алып кететінін айтады. Анна Хёнмо айтқан сөздерді есіне алып, күзетшілер баласын алып кететінін түсінеді. Дәрін алып, Джейнге бөтен адамдарға ермеуін айтады. Джейн жылап, неге күнде 6 жаста екенін сұрайды. Анна оны елемей, көтеріп баспалдаққа қарай жүгіреді. Бірақ екі жақтан да адамдар толып тұрғанын көреді. Сол сәтте
алып толқын соғып, Анна баласын құшақтап суға сүңгиді. Ол Джейнді қоршаудан асырап шығарады. Өзі де көтеріліп, баланы көрмей қалады. Дәліз бойымен жүгіріп келе жатып, тағы бір үлкен толқын жолын кеседі. Сосын ол ғимараттар арасындағы судан Джейнді көріп қалады. Оған жету үшін секіріп, ағыс тым қатты. Сол кезде аспанда тікұшақты көріп, өткен симуляцияны еске түсіреді де, қалтасынан Джейннің көзілдірігін табады. Артынан соққан қалқып жүрген көлік Аннаны қағып кетіп, ол мерт болады да симуляция қайта іске қосылады. Біраз уақыттан кейін Хёджо оған жүрекке массаж жасап тірілтеді. Аннаның киімінде 787 жазулы тұрады. Бұл оның осы симуляциядан сәтсіз өткен реттерінің саны екен. Хёджо бұрын түсірген суретін көрсетеді. Джейн көпшілікке еріп кеткен, ал суда көрінген бала ол емес болып шығады. Анна оны іздеуге ұмтылады. Хёджо тоқтатпақ болғанда, ол оның қаруын жұлып алып, еденге атып, шындықты айтуды талап етеді. Сол сәтте пәтерлер жарыла бастайды да, тағы бір жарылыс Аннаны өлтіреді. 1931 симуляцияда Анна балконнан құлай жаздайды, бірақ Хёджо ұстап қалады. Алайда Анна онымен барғысы келмей, баласын алып қояды деп қорқады. Ол суға секіреді. Басқа балконда бір ер адам Джейнді ұстап тұрғанын көріп, қайта ғимаратқа кіреді. Лифт маңынан өткенде, іштен Джисудың дауысын естиді. Есікті аша алмай, тағы да суға батады. Ол Джисуды әр жолы құтқаруға тырысады, бірақ үнемі өледі. Осылайша ол 4007 симуляцияға жетеді. Бұл жолы ол тазалау бөлмесінен швабра тауып, сабын сындырып, сонымен лифт есігін ашады. Джису шығып, екеуі келесі қабатқа өтеді. Киім ауыстырып, Джису тонаушылардың бір бала жайлы сөйлескенін айтады. Анна сол жаққа жүгіріп барып, өткен жолы солардан қаза тапқанын есіне алады. Тығылып кіруге тырысқанымен, олар байқап қояды. Ол Джейн туралы сұрайды, бірақ олар жауап бермейді де кетпек болады. Сол сәтте қарсы балконнан Хёджо көрініп, Анна оған белгі бермек болады. Тонаушылар оны ішке сүйреп әкетеді. Пәтер иелері ес-түссіз жатқанын көрген соң, Анна біреуін теуіп қашпақ болады. Бірақ оны шкафқа тіреп тұншықтыра бастайды. Өлер алдында ол жерге құлаған балғаны алып соққы береді. Екінші тонаушы жетіп келіп, екеуі өлтірмек болады. Бірақ дәл сол сәтте Хёджо мен Джису кіріп, оларды терезеден лақтырып жібереді. Бірақ Джейн туралы еш дерек жоқ. Анна баласына берген дәріні еске түсіреді. Пәтер иелері қалған қоспаны береді. Ол Джисуды бірге кетуге шақырады. Бірақ қыз ата-әжесімен қалатынын айтады. Сол кезде компаниядан қоңырау шалып, Хёджоға іздеу тобы жіберілетінін хабарлайды. Анна баласын тірідей кесіп алған сәтті есіне түсіріп, бірінші өзі табуға бел буады. Бұл 7993 симуляция. Ол қабаттарды аралап жүріп, күзетшілердің тонаушыларды атып жатқанын көреді. Келесі қабатта қабырғадағы баланың суреттерін көріп, Джейннің сурет салғанды жақсы көретінін есіне алады. Әрі қарай жүргенде, босанған әйелді көріп көмектеседі. Ер адам ыстық су әкеліп жатқанын көреді. Анна өзін кінәлі сезінеді. Өйткені бұрын баласына мән бермеген. Телефонын тексеріп, Джейн жіберген мыңдаған суретті көреді. Бәрінде ол кетіп бара жатыр. Сол сәтте Хёджо айқайлап Джейнді тапқанын айтады. Анна жүгіріп жеткенде, агенттер оны ұстап алған. Хёджо оны шатырға апарып оятамыз дейді. Анна оның әр жолы шатырда өлетін айтады. Бұл 13417 симуляция екені белгілі болады. Хёджо мән-жайды сұрағанда, агенттер оны шығарып жібереді. Қайтып келе жатып, Хёджо бұрынғы циклдерді есіне түсіреді де, трофейді алып агенттерге қарсы шығады. Бір агент мылтық кезенгенде, Анна екіншісінің қаруын алып оқ атады. Хёджо оған дәрі егіп, не болып жатқанын сұрайды. Анна бәрін айтып береді. Әр жолы Джейнді құтқара алмайтынын, бірақ күрескендерін, бірақ сәтсіз аяқталғанын жеткізеді. Ол баласының өзін көргісі келмей қалғанынан қорқады. Хёджо болса, керісінше, Джейн оны күтіп жүр дейді. 21499 симуляцияда олар тағы атысқа түседі. Хёджо басқа жолды сынап көруді ұсынып, терезеден шығады. Жолда ол агенттерді ұстап тұрып, Аннаны баласын іздеуге жібереді. Анна пәтерге кіргенде, тағы да агенттер шабуыл жасайды. Сол сәтте алып толқын бәрін шайып кетеді. Анна су бетіне шығып, шатырға жетеді. Шкафты ашқанда, ес-түссіз жатқан Джейнді көреді. Дәріні беріп, жылап одан кешірім сұрайды. Джейн оянып, оның өзін тастамағанын айтады. Шкафқа жасырып, қайта келемін дегенін есіне алады. Сол кезде шындық ашылады. Метеориттер ракетаны зақымдап, Анна өлім алдында санасын жүйеге жүктеуді сұраған.
Ғалымдар оның есін пайдаланып симуляция жасаған. Төбеде агенттер жақындап келеді. Анна Джейнге көзілдірігін беріп, 100 деп айтады. Ол суға секіріп кетеді, ал Аннаны ұстап алады. Кейін анықталғандай, Джейн мен Хён мұның баласы зертханада жасалған. Сондықтан оларды оңай құрбан етуге дайын болған. Гаон баланы қабылдап, әке болып кеткен еді. Қазіргі сәтте симуляция қайта басталады. Анна босанып, суға секіріп баласына жетеді. Екеуі құшақтасып, толқынмен бірге жоғалады. Анна Джи суға көмектесті, жүкті әйелге жәрдем берді. Соңына дейін баласымен қалды. Жүйе оның жанқиярлығын қабылдап, симуляцияны сәтті деп таниды. Анна мен Джейннің санасы жаңа денелерге көшіріліп, адамзаттың жаңа қоғамын бастау үшін басқа планетаға жіберіледі. Фильм осылай аяқталады. Көргендеріңізге көптен көп рахмет.